Hello everyone, I'm your teacher Dina. Family and Friends, grade 3, pages 46, 47, 48, 49. Сәлеметсіз бе оқушылар, бүгін 46, 47, 48, 49 беттерді тапсырмаларын орындайтын боламыз. 46 бет, lesson 1. Exercise 1, listen, point and repeat. Бірінші жаттығуда тыңдалымды тыңдап, көрсетіп қайталаймыз. Arms, қол. Қолымыздың шынтаққа дейінгі бөлігін arms деп айтамыз. Nose, мұрын. Face, бет. Legs, аяқ. Ears, құлақ. Mouth, ауыз. Fingers, саусақтар. Hands, қол. Қолдың буынға дейін бөлігін hands деп айтамыз. Eyes, көз. Eyebrows, қас. Shoulders, иық. Arms, nose, face, legs, ears, mouth, fingers, hands, eyes, eyebrows, shoulders. Exercise 2, listen and chant. Екінші жаттығуда мұғалімдермен тыңдап, бірге өлең айтасыңдар. Exercise 3, look, listen and point. Үшінші жаттығуда қарап, тыңдап, көрсетеміз. Let's put on sun cream. First, my arms. Point to your arms. These are my arms. Now, my nose. This is my nose. That's right. Here's the sun cream. Put it on your arms, your nose, your face, and your legs. Okay, Rosie. Look, Rosie. Oh no! Тексті оқып аударайық. Picture 1, let's put on sun cream. First, my arms, point to your arms. Кел қолымызға күн кремін жағамыз. Бірінші мен өз қолыма, қолдарыңды көрсет. These are my arms. Міне мен қолдарым. Picture 2, now my nose. This is my nose. That's right. Енді мұрынды. Мынау менің мұрным. Дұрыс. Picture 3. Here's the sun cream. Put it on your arms, your nose, your face, and your legs. Okay, Rosie. Мұнда күн кремі. Оны қолыңа, мұрныңа, бетіңе және аяғыңа жағасың. Жарайды, Rosie. Picture 4. Look, Rosie. Oh no. Қара міне, Rosie. О жоқ. Exercise 4. Point to your body. This is my nose. Төртінші жаттығуда өзіміздің дене мүшелерімізді көрсетеміз. Мысалға, this is my nose. Бұл менің мұрным. Қалған дене мүшелеріңізді көрсетіңіздер. These are my arms. This is my face. These are my legs. Осы сияқты қалғандарын өздеріңіз көрсетіңіздер. The next one, келесі бет, 47 бет. Exercise 1, listen to the story again and repeat act. Екінші жаттығудағы видеоны қарап, тыңдап, қайталаймыз. Видеодағыдай көрсетеміз. Exercise 2, look and say, then look and circle. Екінші жаттығуда қарап, айтамыз. Дұрыс жауабын таңдап, белгілейміз. I got 2 arms. Менде 2 қол бар. One arm, бір қол. Two arms, 2 қол. Бір қол дегенде S жалғанбайды. 2 қол дегенде two arms, S жалғанады. Енді суретке қараймыз. Бірінші суретте мысық. Мысықтың құлағы нешеу? 2. Ears'ді белгілейміз. S жалғанса, ол 2 дегенді білдіреді. Немесе одан да көп. Picture 2.
arm немесе arms. Әрине мұнда arms болады. Picture 3. Leg. Бір аяқпен тұр көрсетіп. Picture 4. Hand. Бір ғана қолын көтеріп тұр. Exercise 3. Look and say. Үшінші жаттығуда қараймыз, айтамыз. Бірінші сүреде бала this is my nose. Бұл менің мұрным. Яғни this деген бір затқа ғана қолданады. Екінші суретте these are my arms. Созып айтамыз, these are my arms. Яғни екеу немесе көп болған жағдайда these деп қолданады екенбіз, бұлар менің қолдарым. That's his nose. Анау оның мұрны. This дегенде жақын жерде тұрған кезде this деп қолданамыз. Ал that деген ары тұрған затты немесе адамды айтады. Анау оның мұрны. Those are his arms. Арғы жағында тұр, бірақ көпшіл түрде айтқанда those қолданамыз. Ана жақта оның қолдары. Түсінікті болды деп ойлаймын. Exercise 4. Talk to your friends. Төртінші жаттығуда өз достарыңмен сөйлес. This is my mouth. Бұл менің аузым. These are my arms. Анау менің қолдарым. That is your nose. Анау сенің мұрның. Аналар сенің көздерің. The next one, 48-ші бет, lesson 3, exercise 1. Listen, point and repeat. Бірінші жаттығуда тыңдағанды тыңдап көрсетіп қайталаймыз. Rice. Meat. Carrot. Yogurt. Fish. Bread. Milk. Juice. Water. Hot chocolate. Tea. Rice. Күріш, meat. Ет, carrots. Сәбіз, yogurt. Fish, балық. Bread. Naan, milk. Сүт, juice. Шырын, water. Су, hot chocolate. Ыстық шоколад, tea, шай. Exercise 2. Listen and sing. Екінші жаттығуда тыңдағанды тыңдап, өлең айтамыз. Өз мұғалімдеріңізбен бірге өлең айтасыздар. Drink your milk. Сүтіңді іш. Eat your figs and drink your milk. Drink your milk. Drink your milk. Eat your figs and drink your milk. Don't be late for school. Eat your bread and drink your juice. Drink your juice. Eat your bread and drink your juice. Drink your juice. Drink your juice. Eat your bread and drink your juice. Don't be late for school. Here's your water. Here's your bag. Let's learn. 1 carrot, 2 carrots. 1 apple, 2 apples. 1 egg, 2 eggs. Біз жұмыртқа, сәбіз, алмаларды айтқан кезде S жалғауы жалғаймыз, я? Көпше түрде. Ал егер біз нан, сүт, балық, шырынды айтқан кезде самды қолданады екенбіз. Яғни біз breads немесе milks деп айта алмаймыз. Тек қана жай сам деген сөзді қолданады екенбіз. Негізі сам деген бірнеше деп тікелей отырғанда солай отырылады. Біз pass me some bread, маған нан алып берші деген кезде pass me some bread деп айтады екенбіз. Exercise 4. Ask and answer. Do you want a carrot? Do you want some milk? No, thanks. I want some bread. Сәбіз қалайсың ба? Немесе сүт керек пе? Жоқ, рахмет. Мен нан қалаймын. Төртінші жаттығуда сұрап жауап береміз. Do you want an egg? Do you want some juice? Осылай құрастыруға болады екен. The next one, 49-ші бет, exercise 1, listen, point and repeat. M, mom. N, nurse. O, orange. P, pen. Тыңдауымды тыңдап, көрсетіп қайталаймыз. Exercise 2, listen and chant. Тыңдауымды тыңдап, өлең айтасыздар мұғалімдеріңізбен бірге. This is my mom.
Mom. This is my nurse. Nurse. This is my orange. Orange. This is my pen. Pen. Exercise 3. Listen to the sounds and join the letters. What has the nurse got? Үшінші жаттығуда тыңдалымды тыңдаймыз. Дыбыстарды тыңдаймыз. Әріптерді бір-біріне қосамыз. Медбикеде не бар? Жауабы: The nurse has got an orange. Медбикеде апельсин бар. Exercise 4. Look and circle the letters M, N, O, P at the start of the words. Төртінші жаттығуды қараймыз. Сөз басында M, N, O, P деген әріптер кездессе, соны қоршап белгілейміз. Mom дегенде кездеседі, M әріпі, nurse дегенде кездеседі. Orange, pen, тағы да orange және pen деген сөздерде кездеседі екен. Осымен сабағымыз аяқталды. The lesson is over. Bye bye.